Қайырлы күн. Бүгін сіздермен дәмі ерекше осындай пирогтың рецептімен бөліскелі отырмын. Салмасына жаңғақ қосылған. Дәмі ерекше, жасап көріңіздер. Ең бірінші қамырын илеп аламыз. Қамырын илеу үшін мен осындай үгіткішті қолдандым. Ұнымызды салып аламыз бірінші. Қанттың орнына мен бүгін сахарный пудры қолдандым. Екеуін де қолдана берсеңіздер болады. Разрыхлитель, майымызды салып, үгіткіш арқылы үгітіп аламыз. Егер сізде үгіткіш болмаса, блендерді қолдансаңыз болады, немесе терканы қолдансаңыздар болады. Терканы қолданған кезде салқын майды ұн арқылы теркадан өткізіп алып, қолмен қамыр илей берсеңіз болады. Немесе майды бөлме температурасында жұмсартып алып, ешқандай блендерді, терканы қолданбай, жай қолмен қамыр илей берсеңіз де болады. Маған ыңғайлысы осы үгіткіш арқылы үгітіп алған ыңғайлы өзіме. Осылай үгітіп алған соң басқа ыдысқа салып аламыз массамызды. Салып алған соң үстіне бір жұмыртқамызды жарып, қолмен жұмсақ қамыр илеп аламыз. Осылай қолдың көмегімен қамырымызды илейміз. Бұл қамырды илеп болғаннан кейін бірден қолдана беруге болады, немесе 30 минут холодильникке қойып алсақ болады тынықтырып. Қамыр илеу барысында егер қамыр жұмсақ болып қолыңызға жабысып жатса, 30-50 граммға дейін қосымша ұн қосуға болады. Мен қамырымды бірден қолдандым. Мен осындай асты бөлек алынатын 22 диаметрлі форма қолдандым. Сізде өзіңізде қандай форма бар, сонда форманы қолдана берсеңіз болады. Егер диаметрі 20 немесе 22-ден үлкен болса, қамырыңызды көбірек 1,5 есе 2 есе көбейтіп илейсіз. Міне мен қамырымды формама осылай орналастырып алдым. Одан дайындап алған жаңғақтарымызды саламыз. Менде грек жаңғағы мен жер жаңғақ және мейізді қолдандым. Граммаждарын описание бөлімінде жазып өтемін. Осылай бір келкі орналастырып алып, үстінен сгущенка құямыз. Мен Три желания компаниясының сгущенкасын қолданамын. Немесе деповский сгущенка қолдансаңыз да болады. Осы екеуімен жасасаңыз, дәмі ерекше дәмді болып, тәтті болып шығады. Бір ескере кететін жайт, қамырыңыз қатты жұқа болып кетпеу керек, және сгущенка құйғаннан кейін бірден духовкаға салуыңыз керек. Ескертетін жайт, духовкамызды алдын ала 180 градуста қыздырып қоямыз. 180 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Міне менің пирогым пісіп шықты. Бөлме температурасында толық суытып алу керек. Менде асық ыстық болып, толық суымай, осылай бөлек басқа ыдысқа салып алдым. Кішкене ыстық болған соң жұмсақ болып тұрды, кішкене ыңғайсыздау болды. Осылай ақырын салып аламыз. Рецептім ұнаса, лайк басып пікір қалдырыңыздар, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын, менің рецептім бойынша жасап көріңіздер.